Армысыздар, сәлем. Магистратураға түсуге ниеттеніп жатқан талапкер. Бүгінгі біз сабағымызда магистратураға түсуге ағылшын тілінен тест тапсыруға дайындаламыз. Мынау жерде менде оқушымның тапсырған пробный тесті. Осындай сұрақтар немесе осыған ұқсас сұрақтар сізге де келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да мен барлығын грамматика бойынша талқылап түсіндіріп беруге дайынмын. Негізі ағылшын тестінде магистратураға түсетін бірінші listening тесті болады, тыңдау, екінші осындай тест беріледі грамматикалық, және де үшінші reading тест беріледі. Енді біз бүгін бірінші грамматикалық бөлігінен бастамақпыз. Так, мына жерде енді мынау listening сұрақтарынан кейін келіп тұрған бірінші алғашқы грамматика сұрағы мына жерде. Мына жерде бірінші сұрақта бізге he always helps his mom with chores дейді. Бізде A, B деп диалог берілген. Ол мамасына әрдайым үй тірлігіне, үй жұмысына көмектеседі дейді. Енді осы жерде бізде бұл A бірінші адам айтады, екінші адам не айтады, соның тап дейді. A, B, C, D төрт вариант берілген. What is a good boy? What a good boy? What good boy he is, what good a boy дейді. Бізде төрт вариант берген. Енді негізі бұл арнайы ереже бар. Бір нәрсеге таң қалатын болсаңыз, не деген керемет үй, не деген тамаша ауа райы, не деген әдемі көйлек деп адам таң қалған кезде, негізі белгілі бір нәрсеге, оның өзінің ережесі бар осындай. Мына жерде B вариантына ұқсас. What a good boy. Неге қоямыз? Мына жерге өйткені boy деген бізде бір бала. Бір бала екенін көрсету үшін біз деген артикльді қоямыз. Сосын what a good boy деген ереже өзі осы структура, осы құрылым дұрыс. Сосын мысалға не деген тамаша күн деген кезде де what a good day, what a beautiful dress деп осы структура бойынша келеді. Енді сізге осыған ұқсас келген жағдайда да сіз оны енді таба аласыз. Мына жерде бізде B варианты дұрыс. Енді келесі екінші сұрақта our house is the end of the road дейді. Біздің үй көшенің соңында, көшенің аяқ жағында деген мағынаны білдіреді. Енді осы жерге біз қай предлогты қоясын деп тұр бізге. In, on, to, at. In деген негізі ішінде деген мағынаны білдіреді. Тура аударсақ on деген үстінде, to деген бір белгілі бір жерге бағытты білдіреді, және де at. Енді мына жерде бізде негізі at the end деген структура бар. Мына at пен келетін. At the end деген өзі бір нәрсенің соңында, аяғында деген мағынаны білдіреді. Оны сіз просто жаттап алу керексіз. At the end деп. At the end аяқ жағында деген мағынаны білдіреді. Мына жерде енді бізде D варианты дұрыс. Келесі сұраққа қарайтын болсақ, I'm tired, I all night дейді. Мен шаршадым, мен түні бойы. Жұмыс істедім дейді. Бірінші вариантта have just worked, has been working, has worked, have been working дейді. Бізде енді мына грамматикаға шақтарды беріп қойған. Біріншісі present perfect, present perfect continuous, present perfect continuous. Мына жерде енді сіздерге бірден айтайын. B, C сразу атпадайды. B мен C-ні бірден алып тастаймыз. Ол қандай ереже деп қарамаймыз да, келе ма, келмей ма. Өйткені мына жердегі екеуінің басындағы has деген, ол бізде he, she, it болған кезде жалғанады. Бізде мына жерде I тұр. I деген мен, ал he, she, it деген ол деген. Ол деген кезде жалғанады. Сондықтан да мынау B мен C-ді біз бірден алып тастаймыз. Енді бірінші вариантқа қарасақ, have just worked. Мына жерде just деген сөз жаңа ғана деген мағына білдіреді. Мен жаңа ғана жұмыс істеп болдым. Мен шаршадым, мен түні бойы жұмыс істедім деген керек бізге негізі. Ал мына жердегі жаңа ғана жұмыс істедім деген мағынасы сәйкес келмейді. Сонда бізде тек D варианты ғана қалады. Have been working. I have been working all night. Мен түні бойы жұмыс істедім деген мағынаны білдіреді. Сонда бізде мынау present perfect continuous шағымыз дұрыс сәйкес келді.
Так, енді келесі сұраққа қарайтын болсақ, you can get to Heathrow Airport by underground. Сен Heathrow аэропортына немесе әуежайына underground деген бізде метромен жете аласың дейді. Енді осы жерде қай артикль қоямыз дейді. N, the, ешқандай артикль қоймаймыз дейді. Енді мына жерде мен қазір бірден сәйкес келмейтін вариантты айтайын. N деген сәйкес келмейді. Өйткені N артиклі мына сөздің басы дауыс Т дыбыспен басталса ғана қоямыз. Бізде Heathrow деген сөздің басында H әрпі тұр. H әрпі дауыссыз дыбыс. Сондықтан да N деген артиклі сәйкес келмейді. Бұны бірден алып тастаймыз. Енді келесі A деген артикльде бірден сәйкес келмейді. Неге? Өйткені біз деген артикль негізі бізде белгісіз артикль. Егерде біз кез келген мысалға пен деп ручка деп айтатын болсам, ол кез келген ручка. Ол қандай, қызыл ручка ма, көк ручка ма білмеймін, әйтеуір бір ручка болады. Ал егерде біз осы жерге деген артикльді қоятын болсақ, ол бізде кез келген аэропорт болып кетеді. Ал бізде кез келген аэропорт болып тұрған жоқ, бізде именно Heathrow деген аты беріліп тұр. Сондықтан да мынау деген белгісіз артикльді алып тастаймыз. Сонымен енді бізде дұрыс варианты the артиклі. Неге? Өйткені the деген артикль бізде белгілі артикль. Белгілі деген, яғни ол аэропорттың қандай аэропорт екені белгілі. Бізде мына жерде Heathrow аэропорт екені көрсетіліп тұр. Сондықтан да біз қай аэропорт екені белгілі болғандықтан the деген артикльді қоямыз бірден. Енді сізге де осыған ұқсас сұрақтар келсе, нақты қай белгілі нәрсе ма, әлде белгісіз нәрсе ма, қайсысына сәйкес келіп тұрса, сонда сіз осы артикльдердің біреуін қоясыз тұрсын. Енді ары қарай жалғастырамыз. Келесі сұраққа көшетін болсақ, I think your glasses are in kitchen дейді. Енді дәл жаңағы төбедегі сұрақ сияқты. Бұл жерде де артикльді қой дейді. Енді дәл жаңа айтып өткенімдей, біз бірінші N артиклін алып тастаймыз. Неге? Өйткені N артиклі сөз дауыс Т дыбыспен басталса қоямыз. Бізде kitchen деген К дауыссыз әріппен басталып тұр, сондықтан да ол сәйкес келмейді. Біз мынаны алып тастаймыз. Енді бізге дейді, I think your glasses are in kitchen. Менің ойымша сенің очкиің кухняда дейді. Енді мысалға мен айтып тұрсам, қай кухня екенін ол адам түсініп тұр. Мен бір айдаладағы бір кухняны айтып жатқан жоқпын. Көршінің үйінде кухня, мен досымның үйінде кухня деп бір кез келген бір кухняны айтып жатқан жоқпын. Мен белгілі бір кухняны айтып жатырмын. Яғни мені тыңдап тұрған адам менің қай кухняны айтып тұрғанымды түсініп тұр. Белгілі, значит, қай кухня екені белгілі болған жағдайда біз мына артиклінде N артиклінде қоймаймыз. Өйткені бұл екі артикль белгісіз артикль. Біз тағы да мына жерге the артиклін қоямыз. Неге? Өйткені мен айтып тұрмын, мысалға, менің ойымша сенің очкиің кухняда деп айтып тұрмын. Яғни мен ол қай кухня екенін біліп тұрмын, және мені тыңдап тұрған адам да қай кухня екенін біліп тұр. Біздің үйдегі кухня, мысалға. Сондықтан да мен the артиклін қоямын, өйткені белгілі. Қай ас үй екені белгілі болып тұр. Сонда бізде мына жерде B варианты дұрыс. Келесі сұраққа көшетін болсақ, I agree with you. I agree with you. Мен сенімен келісемін дейді. Agree деген келісу. Енді осы жерде сіз мына сөздердің аудармасын білуіңіз керек. Fluently, жылдам. Totally, толықтай. Briefly, қысқаша. Very, өте. Енді өзіңізде көріп тұрған шығарсыз, қайсысы дұрыс екен? Мен сенімен жылдам келісемін, сәйкес келмейді. Мен сенімен қысқаша келісемін, сәйкес келмейді. Мен сенімен өте келісемін деген мынау very деген сөз негізі тек сын есімнің алдына қойылады. Бізде мына жерде сын есім жоқ. Agree деген бізде етістік, іс-қимылды білдіреді. Сондықтан very дегенді алып тастаймыз, сонда бізде бір ғана вариант қалады. Totally, толықтай. B варианты дұрыс. Мен сенімен толықтай келісемін. Totally agree with you. Так, сонымен бізде B варианты дұрыс болды.
Келесі сұраққа көшетін болсақ, келесі сұрақта when my friend called. Менің досым хабарласқан кезде мен бірдеңе істеп жаттым. Не істеп жаттым? Так, sleeping, ұйықтап жаттым. Had slept, ұйықтап жаттым. Мына жерде енді біздерге шақтарды беріп қойған. Was sleeping, past continuous. Had slept, past perfect. Slept просто past simple. Am sleeping, present continuous. Енді менің досым хабарласқан кезде мен ұйықтап жаттым. When my friend called. Бізде мына жерде called деген өткен шақта тұр. Яғни бұл іс-әрекет өткен шақта болған іс-әрекет. Өткен шақта болған іс-әрекет болса, біз мына D вариантын бірден алып тастаймыз. Неге? Өйткені present continuous ол осы шақ. Сондықтан D вариантын сразу отпадает, алып тастаймыз. Енді slept деген мына жерде past simple, мен ұйықтап қалдым. Мен ұйықтап қалдым. When my friend called. Мына жерде біз ұйықтап жаттым деген сөз керек. Мен досым хабарласқан кезде мен ұйықтап жаттым деген керек. Ұйықтап жату деген сөз керек. Ал бізде slept деген ұйықтап қалу бірден. Мен ұйықтап қалдым деген. Сондықтан да мына С вариантын алып тастаймыз. Так, сонымен енді бізде мына жерде екі варианттан бізде ұйықтап жаттым деген бізге созылып жатқан процесс керек. Өйткені бұл жерде бұл соны көрсетіп тұр. Мен досым хабарласқан кезде мен ұйықтап жаттым деп ол ұйықтап жатқан процесін көрсетіп тұр. Сондықтан да бізде процесті мынау ing жалғанған past continuous шағы көрсетеді. ing жалғанған сөздер ол бізде прогрессті көрсетеді. Қандай іс-әрекеттің жалғасып жатқан екенін көрсетеді. Сондықтан да біз бірінші мынау past continuous I was sleeping вариантын таңдаймыз. Бізде енді А варианты дұрыс, немесе A варианты дұрыс. Келесі сұраққа көшетін болсақ, this is house. Мынау үй дейді. Так, A варианты Tom's and Carol's. Tom and Carol. Tom and Carol's. Tom's and Carol дейді. Енді бізде мынау негізі апостроф S деген мынау ның, дің, тың деген жалғауды білдіреді. Томның, Carol'дың деген сияқты. Енді бізде екі адам көрсетіліп тұр. Бізге енді Томның, Carol'дың үйі деген керек. Сондықтан да мына Б вариантын бірден алып тастаймыз. Өйткені бұл жерде Томның, Carol'дың дегендей мынау S жалғанып тұрған жоқ. Бұл жерде просто Том және Carol деп тұр. Сондықтан да Б вариантын бірден алып тастаймыз. Сосын келесі ағылшын тілінде ереже бойынша Томның, Carol'дың деп екі адам болған кезде біз бір S жалғаймыз, екеуіне де екеуін жалғамаймыз. Сондықтан да мынау С варианты дұрыс, екеуін қосып бір S жалғаймыз соңына. Tom and Carol's. Том және Carol'дың. Сол кезде екі адамның екені бірден белгілі болады. С варианты дұрыс. Так, келесі сұрақта complete the sentence. Мына сөйлемді толықтырыңыз дейді. Let's go out. Кеттік, жүр көшеге шығайық дейді, далаға шығайық дейді. Eat now дейді. Қазір. Енді бізге қазір болып жатқан іс-әрекет керек. Өйткені now деген сөз қазір деген мағынаны білдіреді. Енді біз бұл жерде оңай қазір болып жатқан бізде present continuous деген шақ бар. Қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Бізде енді бірінші вариантта doesn't rain, don't rain деген A, B варианты бірден алып тастаймыз. Неге? Өйткені бұл бізде қазір болып жатқан іс-әрекеттер емес. Бұл бізде present simple. Present simple ол күнделікті қайталанатын немесе белгілі бір уақыттарда қайталанатын іс-әрекетті көрсетеді. Ал бізде мынау қазір болып жатыр. Сондықтан да A, B вариантын алып тастаймыз. Келесі are деген вариантта келмейді. Өйткені are деген иттен кейін жүрмейді. Бізде it деген мынау сөзден кейін бізде is ғана жүреді. Ал мынау are деген жалғау ол бізде you, we, they деген үш жағдайда ғана жүреді. Сонда бізде бір ғана вариант қалады. С варианты it isn't raining now. Қазір жаңбыр жауып жатқан жоқ. Қазір жаңбыр жауып жатқан жоқ, жүр далаға шығайық дейді. Бұл бізде present continuous, нақ осы шақ грамматикасы. Келесі сұраққа өтейік. We expected him.
Біз оны күттік дейді. Expect деген негізі күту деген. ed жалғауы өткен шақты білдіреді. Біз оны күттік. Енді бұл жерде бізде өзі негізі белгілі бір сөздерден кейін to жалғанады, белгілі бір сөздерден кейін to жалғанбайды, to жалғанбай етістіктің өзі ғана тұрады деген негізі бізде список бар. Список сөздер бар. Осы списоктегі сөз бойынша мына жердегі expected деген ожидать күту деген сөзден кейін бізде to жалғанады. Негізі ережесі бойынша. Сол ережеге сүйене отырып біз мына жердегі с вариантын таңдаймыз. We expected him be late болмайды, will be late болмайды, will be деген тіптім келмейді, өйткені бұл келер шақ, иә. We expected him to be late, біз оны кешігеді деп күттік дейді. Сонда expected деген сөзден кейін келген етістіктің алдына сіз to жалғауын жалғайсыз. Бізде бұл жерде с варианты, C варианты дұрыс. Келесі сұраққа өтетін болсақ, I have seen him quite, don't remember I somewhere recently, but where дейді. Бізде енді түсінген бойынша мына берілген сөздерден бір сөйлем құрастыру керек. Енді қарап тұрсақ, I have seen деген бізде present perfect, don't remember деген present simple шақтары берілген, иә. Так, бірінші сөйлемде I quite don't remember where, but I have seen somewhere recently him дейді. Мына жерде бірден басынан бастап бірден көрініп тұр, өйткені quite'тен кейін бізге I quite don't remember. Мынау don't деген жалғау, quite'тан кейін don't деген жалғау келмейді. Сондықтан да мына жерде бірінші A деген вариант келмейді. Бірден алып тастаймыз, өйткені бұл ережеге сәйкес келмей тұр. Yeah. Келесі I have seen somewhere him recently, but I don't remember quite where. I have seen him somewhere quite recently, but I don't remember where. I don't remember quite where, but I have seen him recently somewhere. Мына жерде бізде C варианты дұрыс. Неге? Өйткені мына жердегі I have seen him somewhere деген структурасы дұрыс келіп тұр. Мен оны бір жерде көргенмін. I have seen, мен оны көргенмін бір жерде. Структурасы сәйкес келіп тұр. Орындары ауысып кетпеген. Сосын quite recently. Мына жердегі quite сөзі енді өзінің орнын тапты. Неге? Quite recently деген бірнеше уақыттар бұрын, бірнеше сәт бұрын деген мағынаны білдіреді. Recently деген соңғы уақыттарда дегенді білдіреді. Ал егер quite recently деген екеуі қосылса, бір сәл ғана уақыт бұрын деген сөзді білдіреді. Мен оны сәл ғана уақыт бұрын бір жерде көргенмін, but I don't remember where. Бірақ есімде жоқ, қай жерде көрдім. Осы C варианты дұрыс келеді бізде. Келесі сұраққа өтетін болсақ, I am looking for Professor Brown дейді. Мен профессор Браунды іздеп жүрмін дейді. Осы жерде профессор Браунның алдына қандай артикль қоямыз дейді. N, the, ешқандай артикль қойылмайды, немесе артиклі. Негізі ағылшын тілінде мынандай ереже бар. Жалқы есімдердің алдына ешқандай артикль қойылмайды деген. Жалқы есім дегеніміз осындай адамдардың атаулары, адамдардың аттары деген сияқты, иә. Мысалға профессор Браун, немесе профессор басқа Джон деп айтатын болсақ, соның барлығы бізде жалқы есімге жатады. Жалқы есімдердің алдына ешқандай артикль қойылмайды. Сонда бізде C варианты дұрыс болады. Келесі сұраққа өтетін болсақ, I saw him down the street. Мен оны көрдім көше бойынан, иә. Енді walk деген жүріп бара жатқан, көше бойымен кетіп бара жатқанын көрдім, иә, төменге қарай. Енді down деген былайынша көше бойымен кетіп бара жатқанын көрдім дейді. Енді бізде кетіп бара жатқанын деген керек. Ол жүргенін емес, жаңағыдай жүргенін көрдім емес, бізге кетіп бара жатқанын деген бізде жалғасып жатқан әрекет керек бізге. Енді жалғасып жатқан әрекет мен бұның алдында да сіздерге түсіндіріп өткенмін, иә, ing жалғанатын.
ing жалғанған, сол бізде жалғасып жатқан іс-әрекет. Енді бізде екі вариант бар ing жалғанып тұрған. Was walking немесе walking. I saw him walking down the street. Мына жерде мен оның кетіп бара жатқанын көрдім дейді. Мына жердегі біз was walking емес, просто walking вариантын таңдаймыз. Неге? Бұл жерде ол өйткені герундия деген ереже бойынша істеп бара жатқанын көрдім. Мен оның не істеп жатқанын көрдім, көше бойымен жүріп бара жатқанын көрдім дейді. Осы жерде біз the вариантын таңдаймыз. Келесі сұраққа өтетін болсақ, I promise I in touch with you if I need your help. Мен уәде беремін, егер маған көмекке қажет болса, мен сенімен хабарласамын дейді. Мен сенімен хабарласуға уәде беремін дейді. Енді бұл жерде бізде conditionals деген ереже бар. Conditionals деген шартты рай. Шартты райдың негізі 4 түрі бар. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional деген 4 түрі бар негізі. Сол conditionalдың бізде мынау бірінші first conditionalға сәйкес келеді. Неге? Өйткені first conditionalдың ішінде present simple бар. Мына жерде бізде екі жай сөйлем тұр. I promise I will get in touch with you. Мен сенімен байланыста боламын. Маған көмек керек болса. Маған көмек керек болса деген бір сөйлем. Мен сенімен хабарласамын деген бізде екінші сөйлем. Екі жай сөйлемнен құралып тұр. Енді мына жалғасын қарасаңыздар, if I need your help деген бізде present simple. Present simple да тұр. Енді жаңағы мен conditionals деген шартты райдың өзінің ережесі бойынша бір жағы present simple болса, мына жағы future simple болады. Future simple деген бізде will. Future simple'дың ережесі бізде мына will get деген. Will have got деген бізде future perfect болып кетеді. Оның бізге қажет жоқ. Бізге тек future simple'дың өзі қажет. Ал бізде өзі ол мынау C варианты. Бізде C варианты дұрыс. Мына жердегі ереже бізде first conditional деген ереже. Келесі сұраққа өтетін болсақ, wanted to go skiing over the winter break дейді. Мен қыста демалысымда, мысалға, неге шаңғы тебуге барғым келді дейді. Енді осы жерде бізге есімдіктерді таңда дейді. Them деген оларды немесе оларға, us деген бізді, бізге, we деген тек қана біз, me деген маған немесе мені деп аударылады. Енді осы жерде қарап тұрсақ, маған барғым келді деген келмейді, оларды барғым келді деген келмейді, бізді деген келмейді, сонда тек біз. C варианты дұрыс. C варианты тек мына жерде сіз мына сөздердің аудармасын білсеңіз болды, контекст бойынша таба аласыз. Осымен енді біз осы тест талдаудың бірінші бөлімін аяқтадық. Егер де екінші бөлімін көргіңіз келсе, ары қарай екінші бөлім деген видеоға өтіңіз.